Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы онлайн сөздігін қарадың ба? Смотрели ли вы онлайн словарь? Бүгінгі сабақта онлайн сөздіктер туралы мәлімет аласыз және шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсініп, қолдануды үйренесіз. Жақсы, сабағымызды бастамас бұрын балалар сұрақтарға жауап берейікші. Бірінші, сөздіктерді пайдаланасың ба? Ты используешь словари? Сөздіктердің қандай түрлерін білесің? Какие виды словарей ты знаешь? Қандай сөздікті жиі қолданасың? Онлайн электронды сөздікті ме, әлде қағаз сөздікті ме? Какие словари часто используешь? Онлайн электронный словарь или бумажный словарь? Қайсысы тиімді? Какой выгоднее? Жақсы, сұрақтарға жауап бердіңіздер деген ойдамын. Ендеше, қазақ тілін үйрену үшін, балалар, бізге энциклопедиялық сөздіктер қажет, түсіндірме сөздіктер қажет. Түсіндірме сөздік – это толковый словарь, для того, чтобы знать значение слов. Қазақша, орысша, орысша, қазақша сөздік, двуязычный словарь. Синоним, амоним, антоним сөздігі – это для того, чтобы увеличить словарный запас. Фразеологиялық сөздік – это для того, чтобы знать литературный язык. Орфографиялық сөздік – это чтобы писать грамотно. Орфоэпиялық сөздік – это для того, чтобы правильно произносить слова. Жақсы, бүгінгі сабақта балалар жаңа сөздер. Біздің тақырыбымыз онлайн сөздік туралы болғандықтан, осы жаңа сөздердің аудармасын сөздік KZ сайтынан іздеп тауып көріңіздер. Давайте попробуем использовать словарь сөздік KZ. Прямо в поисковике введите слово сөздік KZ. У вас должно высветиться вот такой вот экран. И необычность этого экрана – клавиатура при себе. То есть по этим клавиатурам вы уже вводите слова. Давайте попробуем перевести хотя бы одно слово. Онлайн сөздік, қос тілді сөздіктер, сапа, аударма. Надеюсь, смогли использовать сөздік KZ. Теперь к переводу. Онлайн сөздік, онлайн словарь. Қос тілді сөздіктер, двуязычный словарь. Сапа, качество. Аударма, перевод. Танымдық, ақпараттық, познавательно-информационный. Әмбебап, универсальный. Икемділік, склонность, гибкость. Біліктілік, умение, квалификация. Жетістік, достижение. Жақсы балалар, бүгінгі сабақтың мақсатына сай біз шартты белгілерді үйренетін боламыз. Оқулықтан, интернеттен, ғаламтордан сіздер жиі көресіздер. Осында шартты белгілерді жиі көресіздер. Ендеше, бірінші тұрған дизлайк, как вы это называете, это переводится как зияны, вред. Лайк, пайдасы, польза. Треугольник внутри уха – это естіп жатамыз, то есть слышим. Человек, который с антенной в голове, это ойлаймын, думаю. Вы сами знаете, это ғаламтор, интернет, а 3W – это сайт. Сайт слова не переводится. И последняя книга в кружочке – это үй тапсырмасы, домашнее задание. Запомните, зияны, пайдасы, естіп жатамыз, ойлаймын, ғаламтор, сайт, үй тапсырмасы. Теперь перейдем к заданию. Бірінші тапсырма.
Вместо условных знаков, которые мы только что говорили, вы используете слова и должны будете прочитать устно. Например, Е это что было? Ғаламтор, да? Ғаламтордың дизлайк зияны дегенді жиі и ухо естіп жатамыз. То есть мы часто слышим про вред интернета. Дальше самостоятельно. Келесі тапсырма тыңдалым. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Ғаламтордың зияны дегенді жиі естіп жатамыз. Бірақ оның зияны қолданушылардың ішкі мәдениетіне байланысты деп ойлаймын. Дұрыс қолдана білсең, ғаламтордың пайдасы өте көп. Мен үшін оның қажеттігі әсіресе тіл, әдебиет сабақтарын орындағанда ерекше байқалады. Мен қазақ, ағылшын тілдерінен үй тапсырмасын орындаған кезде ғаламторды пайдаланамын. Тілді үйренуге қатысты бірнеше жақсы сайтты білемін. Бұл сайттарда аударма және түсіндірме сөздіктер көп болады. Осы сөздіктерді жиі пайдаланамын, өйткені олардан іздегеніңді тез табасың. Сөздікте жеке сөздердің немесе сөз тіркесінің аудармасы болады. Кейде сөздіктен әдейі сол тілде жоқ сөзді сұраймын. Адамнан ақылды компьютерім өз сөзімді өзіме сол күйінде қайтарып береді. Көп іздену нәтижесінде ғаламтордан сөздіктің бірнеше түрін тауып алдым. Олардың ішінде өзіме ерекше ұнайтын сөздіктер жеткілікті. Мысалы, Википедия ашық энциклопедиялық сөздігі, сөз ана электрондық сөздігі, Изет тілмаш сөздігі, қазақ, орыс және ағылшын тілдеріне берілетін сөз көмек сөздігі. Мен сөздік Изет пен AB онлайн тілданымдық сайттарын жиі пайдаланамын. Бұл сайттарда қазақша сөз көп. Аудармасының сапасы жақсы. Олар екі жақты қазақша орысша, орысша қазақша сөздік түрінде берілген. Жақсы балалар, ендеше ары қарай тапсырмаларды орындауға кірісейік. Екінші тапсырма, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Ответьте на вопросы по содержанию текста. Мәтінде не туралы айтылған? Что говорилось в тексте? Мәтін авторы қандай оқушы деп ойлайсыз? Неге? Как вы думаете, автор этого текста какой ученик? Почему? Осы мәтінде аталған сөздіктерді білесіз бе? Олардың қайсысын жиі пайдаланасың? Знаешь ли ты словари, которые говорилось в этом тексте? И какой из них ты часто пользуешься? Каким из них? Жақсы, келесі тапсырма дәптерге жазылым. Берілген сөйлемдердің мәтін мазмұны бойынша дұрыс немесе бұрыстығын анықтаңыз. То есть определите правильность, неправильность информации по содержанию текста. Это письменное задание. Сонымен балалар, сабақтың қорытындылайық, подводим итог. Мы сегодня узнали, что если правильно пользоваться интернетом, то от него много пользы. Чтобы учить язык, автор использует словарь, переводчик и толковый словарь. И виды онлайн-словарей, сөздік Изет, сөздік қор и так далее. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар. Тапсырмаларды орындап, кері байланыс жіберуді ұмытпаңыздар.